Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ашытқы қамырынан дайындалатын қатпарлы булочканың рецептісін ұсынатын боламын. Бізге ең алдымен електен өткізілген 900 грамм ұн қажет. Және де жылы сүт 450 мл болу керек. Және 2 жұмыртқа, күнбағыс майы және 1 шай қасық тұзбен 3-4 ас қасық қант. Егер де сіздер булочканың кішкене тәттірек болғанын қаласаңыздар, тәттіні ұнатсаңыздар, онда 5-6 қасық қант қосуымыз қажет. Одан көп болмауы тиіс, нормасынан асып кетеді. Және де 100 грамм ерітілген сары май. Және де 4-5 шай қасық құрғақ дрожжи. Ең алдымен ұнымызға дрожжимызды саламыз. Оның бетіне бірден жылы сүтімізді құйып, тұз қосып, қантымызды салып, бірден сұйық майымызды қосып, 15 минутқа қойып қоямыз осылай. 15 минут өткеннен кейін ерітілген сары майымызды қосамыз. Және де 2 жұмыртқамызды саламыз. Қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Барлығы бір-біріне кірігетіндей, сіңетіндей жақсылап қолмен илейміз. Егер қолыңызға кішкене жабысқанын сезсеңіз, 1-2 ас қасық ұн қосып, тағы да илесеңіздер болады. Қараңыздар, қамырымыз дайын. Мен осылай қолмен шамамен 5 минуттай басатын боламын. Егер де күштеріңіз жетсе, 10 минут бассаңыздар да болады. Жеті-сегіз минут көлемінде бастым. Енді біз бұны дастарханға түсіріп, дастарханда тағы да 3-4 минуттай басатын боламыз. Тестамыз кішкене жабысқақ болып тұрады. Ол солай болуы тиіс. Сол себепті қорықпаңыздар. Бізге барынша жұмсақ қамыр қажет. Столымызға осылай 2-3 рет сілкіп аламыз да, оны табағымызға салып, бетінің бүткіл жері жабылатындай қылып жауып, жылы жерге 1 немесе 2 сағатқа қалдырамыз. Менде 1 сағат 50 минуттай өтті. Қараңыздар, қамырымыз жақсы көтерілді. Енді біз сұйық майдың көмегімен сұйық майымызды жағып, дастархан басына түсіріп аламыз қамырымызды. Қамырымыз жұмсақ, өте жұмсақ, нәзік болып тұр. Сол себепті сұйық май міндетті түрде қажет. Ыңғайлы болу үшін осылай 2-ге бөліп жаятын боламын. Осындай ұзын қылып аламыз, томалатып, одан кейін 7 немесе 8 бөлікке бөлеміз. Қамырымыздың барлығы біркелкі болуы тиіс. Қараңыздар, қамырымызды осылай жаямыз.
қатты жұқа емес, бірақ осылай жайып аламыз және де бөлме температурасындағы сары майымызды бетіне жағамыз. Негізі сары май көп кетпейді, бірақ шамамен 50-60 грамдай кетеді. Қараңыздар, өстіп сары майымызды барлық жеріне жағып шығамыз да, осылай домалатып, рулет құсатып орап қоямыз. Және де қалған бөліктерінің барлығын осылай істейміз. Негізі менің рецепттердің барлығы оңай жүйеде жасаймын. Себебі өзім сондайды жақсы көремін. Байқасаңыздар, өте оңай, тез жайылады. Өйткені тестамыз ашытқы қамыр болғандықтан оңай жайылады. Міндетті түрде домалақ қылып, немесе біркелкі бір формаға түсірудің қажеті жоқ, себебі ол бәрібірде рулет құсатып оралады. Қараңыздар, барлығын біттім. Енді осылай қолымызбен басып, ақырын ғана оқтаумен үстінен жүргіземіз. Кішкене жабысқақ болады, себебі оның ішінде сары май бар. Мен ішіне малиновый варенье қосатын боламын. Бірақ бұл міндетті емес. Негізі ішіне сіздер какаоны тағы, немесе сахарный пудра қоссаңыз, немесе тіпті қант қоссаңыздар да болады. Джем болса үйде, алманың вареньесі, өріктің вареньесі, барлығы бола береді. Міндетті тіпті орех қоссаңыздар да болады. Орехпен де өте дәмді болып шығады. Қараңыздар. Енді осылай чебуреки сияқты өстіп жауып, және де рулет құсатып ораймыз. Орағаннан кейін оны тұрғызып, бетін осылай роза гүлі сияқты қойып қоямыз. Бітті. Енді осылай қалдырамыз. Осындай формаға келтіріп алдық. Осындай формаға, әдемі формаға келе қалады. Қалғандарының барлығын осылай істеп шығамыз. Тағы да көрсетейін. Байқаған болсаңыздар, менде қамырдан тағы да жарты бөлігі қалған. Одан да булка жасаймын. Қалған жартысын басқаша формаға келтіріп жасап қойдым. Ол міндетті емес. Басында көрсетілген формамен жасаса әдемі шығады. Міндетті түрде бетіне жұмыртқа жағамыз. Әрқайсысына жұмыртқамызды жағып шығамыз. Булкамызды пісірместен бұрын тынығуға қоямыз. Сол кезде жоғақсы көтеріледі. Енді осы булкамызды қызып тұрған пешке 190 градусқа шамамен 35-40 минутқа жібереміз. Сөйтіп пісіреміз. Қараңыздар, булкамыз пісті. Іші де сырты да қатпарлы болып шықты. Өте дәмі де өте ерекше. Басқа булкаларға ұқсамайды. Сол себепті сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Негізі жасалу жолы өте оңай. Менімен болғандарыңызға шын жүректен қуаныштымын. Алдағы уақытта сәтті рецепттерімді жіберіп алмаңыздар. Бұйыртса жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.